Қайырлы күн баршаңызға, менің гүлсері оқырмандарым. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында өте бір керемет лайфхакпен бөлісе кетейін. Көріп тұрғаныңыздай картошка, екі ұшты картошканың сыртын жақсылап жуып тазалап, оны сыртын ашып 1 литр суға 1 күнге қалдырамыз. Картошкада крахмал көп болғандықтан ол гүлдерге өте пайдалы. Жапырақтарын жап-жасыл етіп өсуіне өте керемет үлес қосады. Қолданып көріңіздер. Үйде тағы бір айта кетерміз, кәдімгі йод. Бұл йодтың да гүлге пайдасы өте зор. Яғни 1 литр суға 1 тамшы йодты жақсылап араластырып, гүлдердің түбіне құйып шығамыз. Яғни тамырына жеткіздірмей құйып шығамыз айналдыра. Тамырын түбіне құюға болмайды, неге десеңіздер, тамырын күйдіріп жіберу мүмкін. Яғни бұл әдіс гүлдемей тұрған гүлдерге қолданып көріңіздер, гүлді тоқтамай ашатын болады. Геран гүлдеріне әсіресе қолдануға болады. Қыс айларында бөлме гүлдерінің көпшілігі бір аурумен ауырады. Яғни олардың жапырақтарының ұшы қарайып, қурайды. Бұл гүл өсірушілердің көпшілігіне таныс жағдай. Жапырақ ұшының қурап қараюының бірнеше себебі болуы мүмкін. Сондықтан бөлме температурасы 25-27-ден асып кетсе, гүлдерді шамалы салқын бөлмеге ауыстырған дұрыс. Себебі ыстық ауадан гүлдердің жапырағы тек қурап қана қоймай, мүлде өліп қалуы да мүмкін. Судың сапасыздығы. Сапасыз судың салдары да жапырақтың қараюына себеп. Көп өсімдіктердің қурап қалуының негізгі себептерінің бірі судың сапасыздығы. Жапырақ ұшының қараюының тағы бір ерекше себебі өкпек жел. Гүлге бар жағдайды жасасаңыз да, өкпек желдің жолында тұрған өсімдіктер бірден қарайып сала бастайды. Лайфхактар ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.